Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында шаурма дайындаймыз. Ол үшін бізге лаваш, тауықтың еті, салат жапырағы, қияр, сәбіз, қызанақ, аскөк, орам жапырақ туралған, қияр тұздалған, майонез және қаймақ, дәмдеуіш приправалар, қара бұрыш, тұз қажет болады. Ең алдымен тауықтың етін ұсақтап, көбіктеп турап аламыз. Содан кейін қызып тұрған майға 4-5 минут шамасында қуырып аламыз. Келесі ортасына салатын салатты дайындауға кірісеміз. Ол үшін орам жапырақты ұсақтап турап, содан кейін сәбізді осылай теркадан өткізіп, екеуін бірге жақсылап жұмсартып аламыз. Келесі соусын дайындауға кірісеміз. Ол үшін қаймақты және майонезді қосып, оған лимон шырынын қосамыз және қалауыңызша чеснок қосуға болады. Осы соустың кішкене бөлігін алып қалып, қалған салатқа қосып, дайындап аламыз. Ендігі кезекте шаурманы жинауға кірісеміз. Ол үшін ең алдымен жаңағы дайын болған салатты саламыз. Оның үстіне дайын болған тауық етін салып, салат жапырақтарын салып, қызанақты салып, қалған соустан осылай аздан салып шығамыз. Содан кейін екі шетін бекітіп, осылай жақсылап орап аламыз. Дайын болған шаурманы қызып тұрған табаға немесе грильницаға екі жағынан жақсылап қызартып аламыз. Міне үй жағдайындағы шаурма немесе донер дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.